Так, Пакистандықтар, ауғандықтар араб емес еді, арапқа айналды. Ирандықтар араб емес еді, ескі шумерлердің, ассириялықтардың, вавилондықтардың ұрпақтары еді. Қазір арапқа айналды. Сириялықтар араб емес еді, арапқа айналды. Египеттіктер араб емес еді, ежелгі антикалық Египет мәдениетінің мұрагерлері еді. Арапқа айналды. Түркия Мұстафа Кемал Ататүріктің арқасында араб болудан құтылған еді, бірақ қазір арапқа айналуда. Тунис араб емес еді, ежелгі Карфаген атақты қолбасшы Ганнибалдың ұрпақтары еді. Арапқа айналды. Алжирліктер, ливиялықтар, мароккандықтар араб емес еді. Туарек немесе барберліктер болатын. Арапқа айналып кетті. Ливан араб емес еді. Тарихта белгілі болған, ең мықты теңізші болған финикалықтардың ұрпақтары еді. Араб болып ассимиляцияға ұшырады. Қазақтардың ежелгі аталары көк түріктер, сақтар, ғұндар, бұлар араб емес еді. Арапқа айналу процесі жүруде қазіргі таңда. Бұл болжам емес, бұл факт.